қалайсыздар? Мен деген өзім туған күніме дайындалып жүрмін. То есть, мына жол бір адам жүрмейтін жолмен жүрмін ше. Сол бағанағы тортты заказ берген ғой. Прям ойымдағыдай вообще шыққан жоқ. Андағы Пиндододан келген торттар бар ғой, сол сияқты болып тұр. И обратно басқасын заказ бердім. Қараңыздар. Бүгін Республика сарайына өзімнің апамды 85 жастан асқан. Одан кейін өзімнің үлкен енемді, яғни әжемізді уже бұйырса деп отырмыз 90-ға аяқ басып жатқан әжелерімізді гүл сыйлай ғанаға деген мерекелік кешке Республика сарайына концертке алып келдім. Екі кісіні кіргізіп, киімдерін жайғастырып отырғызып кеттім. Бірақ өзім суға кетіп қалдым. Енді концерт болғаннан кейін, үлкен кісі болғаннан кейін жүріліп қалмасын деп жағдайын жасап қояйын енді. Мен күшті сезіммен бөлісіп тұрмын. Ал баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? В общем, көбісі жазып жатыр, эфирде жоқсыз деп. Я эфирде жоқпын. Ана машинамның тірлігімен жүрмін. 10-нан бері жүрмін. Өте ұзақ болып жатыр что-то. Сол атак бәрі жақсы уайымдамаңыздар. Сол машинаның тірлігін до конца бітіріп тастайын деген ғой бүгін. Кішкене документтің әңгімелері ұзақтау екен негізі. Сол бүгінгі сәттілік, аман болыңыздар. Қайырлы таң, достар, қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Бұлай сөйлеп таңертеңгісін сөзге шықпағалы біраз болып қалыпты. Бүгін 12:00-де эфир. Жіберіп алмаңыздар, барлықтарыңыз күндеріңізге сәттілік, жақсы күн болсын. Сол эфирдамыз бүгін, күтіңіздер. Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Мен деген мамам жаққа келгем. Әңгіме айтып, мамаммен сөйлесейін деп